Бірақ статистикаларда алдында айтқандай 2020 жылдан бастап мерзімдік әскери қызметшілер 12 мыңға дейін көбейгенмен статистикада өлім жітім төмендеп жатыр жыл сайын. Жазалану туралына келетін болса, Қорғаныс министрінің бұйрығы бар. Сол жерде барлық дисциплинарлық ұстап жарғы бойынша барлық жазалар қолданылды. Что конкретно к вам было применено, можете сказать? И вот вы говорите, статистика есть, но можно на цифрах? Сравните вот последние 3 года. Цифрларды қателесіп кетуі мүмкін. Менің ойым бойынша былтырғы 2024 жылда суицид үш әлеуметтік желіде таралған 272-90 жыл сайын ол бұрмаланған цифрлар. Это вы и по срочникам, и по контрактникам, да, говорите? Şu тек қана мерзімдік әскери қызметші. Срочники, а по контрактникам? Оны қазір мен қолымда құжат жоқ, сізге жазбай түрде жауап береміз. А по наказанию скажите, конкретно к вам что было, какое-то было наказание применено? Ескерту алдым. Замечание, да? Одно. Устное или письменное, можете как-то пошире рассказать, потому что казахстанцам интересно, наверное, знать, вообще в Министерстве обороны принимают какие-то меры в отношении офицеров, в отношении... Қарулы күштерінде жарғы бойынша ауызша берілгенде, жазбаша берілгенде екеуінің күші бірдей. У вас понизилась зарплата, как это отразилось на вас? Просто замечание от министра и все, получается, как? Соның өзі алға қарай жұмыс істеуге маған жеткілікті. Понятно. Мой второй вопрос,